Барыңызға қайырлы күн. Мен қазір сіздерге справка об отсутствии налоговой задолженности, яғни мемлекеттік органдарға ешқандай қарызы жоқ деген анықтаманы қалай алуға болатындығын көрсеткім келеді. Бұл справканы, яғни анықтаманы сізден көбінесе егер ИП-іңіздің атына несие алатын болсаңыз, мемлекеттік бағдарламаларға қатысатын болсаңыз, немесе шетелге шығу үшін виза құжаттарын дайындайтын болсаңыз, осы анықтаманы сізден сұратуы әбден мүмкін. Бұл справканы ешкімнің көмегінсіз телефон арқылы 2-ақ минутта ғана алуға болады. Ол үшін сіздер кез келген браузер немесе Google Chrome'ға кіруіңізге болады. Мына жерге поискқа справка об отсутствии задолженности дегенді басасыздар. Мына жерде сізде егов сайтында бірінші тұрған предоставление сведений об отсутствии задолженности деп тұр, соны басасыздар. Заказать услугу онлайн дегенді басасыздар. Мына жерде кіру үшін Digital ID дегенді басасыздар. Телефон номеріңізді жазасыздар. Разрешить. Мінекей сіздерге осылай шығады. Біріншіде сіздің үйіңіз шығады автомат түрде. Екіншісін мақсатындаңызда иное дейік мысалы, банк немесе басқа жерде сұрауға болады. Мына жерде по месту требования деп басуларыңызға болады. Келесі орган. Мына жерде өзіңіз ИП-іңіз бар болса, ИП-іңіз қай салық органында учетта тұр, сол органды таңдайсыз. Ал егер физлицо болсаңыз, пропискаңыз қай жерде, сол жерді таңдайсыз. Мысалы, менде Астана қаласы, Байқоңыр ауданы дейік. Сохранить. Далее. Мына жерде SMS парольді қолдану арқылы подписать дегенді басуларыңызға болады. Получить пароль десеңіздер. Мына жерде біраз күткен обновить статус дегенді басуларыңызға болады. Содан кейін міне сізде шығады қазақша, орысша түрінде. Мысалы, біріншіден баста, міне дәл осылай сізге автомат түрде задолженность жоқ деп шығады. Мына жерде егер минус сандар бар болса, ол яғни сіздің мемлекетке белгілі борышыңыз бар деген сөз. Ал егер плюс сандар шығатын болса, ол жай ғана переплата деген мағынаны білдіреді. Сізде вот осындай күйде шығып тұрады. Мінекей дәл осындай оп-оңай әдіс арқылы сіздер справка об отсутствии задолженности ала аласыздар. Сізге біреудің көмегіне жүгінудің қажеті жоқ. Жай ғана телефон арқылы осылай алуларыңызға болады. Видео ұнаса лайк басыңыздар және де каналға тіркеліңіздер. Рахмет.